Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен кинематика тарауының жалғасы, яғни оның ішінде бір қалыпты қозғалыс, орташа жылдамдық және салыстырмалы жылдамдықтармен танысатын боламыз. Ендеше кеттік, жалғастырайық. Енді бір қалыпты қозғалыс дегеніміз не? Соған тоқтала кетейік. Бір қалыпты қозғалыс дегеніміз дененің кез келген тең уақыт аралығында тең қашықтарды өтетін қозғалыс екен. Яғни бір қалыпты қозғалыс деп ат айтып тұр, бір қалыпты деп. Мысалға, А нүктесінен В нүктесіне бір БК дейтін бір бала жолға шықсын. Осы аралықта оның көлікпен шықсын деп айтайық. Оның көлігі 60-пен жүрсін. 60-пен. Және осы аралықта ол жылдамдығын өзгертпей осы 60-ты ұстап отырсын. А мен В аралығын ол 60-пен жүрсе, оның қозғалысы бір қалыпты қозғалыс болып табылады екен. Неге? Оның себебі барлық жолдың бөлігінде 60-ты ұстап отырды. Яғни жылдамдығы тұрақты болып отырды. Егер оның жылдамдығы тұрақты болса, бұл бізде бір қалыпты қозғалысқа жатады екен. Қараңдар, мына жерге жазып қойдым. В тең константы, А тең 0 деп. Бұл бізде бір қалыпты қозғалыстың шарты, яғни бір қалыпты қозғалыста жылдамдығымыз константы. Константы деп отқанымыз бізде тұрақты деген сөз. Жылдамдығымыз тұрақты болады екен, ал үдеуіміз 0-ге тең. Үдеуімен алдағы уақытта танысатын боламыз. Сондықтан бұны тек біліп жүрсеңдер жеткілікті. В тең константы, А тең 0. Бұны біліп жүреміз. Ендеше кеттік. Жылдамдық дегеніміз дененің орын ауыстыру шапшаңдығы дейді. Қараңдар, жаңағы БК-ның көлігі А нүктесінен В нүктесіне қандай шапшаңдықпен орын ауыстырды. Оны анықтау үшін бізге жылдамдық дейтін шама қажет болады екен. Жылдамдықтың формуласын мына жерге жазып қойдым. В тең S бөлінген Т деп. Мына жерде S деп отқанымыз жүрілген жол, оны білесіңдер. Ал Т деп отқанымыз бізде уақыт. Оның өлшем бірлігі секунд. Және сәйкесінше метрді секундқа бөлсек, бізде жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлінген секунд дейтін өлшем бірлік шығады екен. Халықаралық бірліктер жүйесіндегі жылдамдықтың өлшем бірлігі бізде бұл. Енді кейбір есептерде бізде метр бөлінген секундпен берілмейді. Кейбір есептерде, мысалға, километр бөлінген сағатты метр бөлінген секундқа айналдыру керек болып қалады. Яғни есептерде километр бөлінген сағатпен беріп қою мүмкін. Оны сендер кейбір жағдайда метр бөлінген секундқа айналдыру керек болады. Бұндай жағдайда не істейміз? Бұндай жағдайда өткен сабақты еске түсіреміз. Қараңдар, 1 километрде қанша метр бар? 1 километрде бізде 1000 метр бар, 1000 бөлінген, қараңдар, сағат дейді. 1 сағатта қанша секунд бар бізде? 3600 секунд бар, Енді бөлсек қысқарады, екеуі 10 бөлінген 36 деп. Болмаса 1 бөлінген 3,16 деп жазсаңдар болады. Демек, бұдан не түсінеміз біз? Километр бөлінген сағатты метр бөлінген секундқа айналдыру үшін просто так 3,16 бөле салсаңдар жеткілікті. Жаңағы санды 3,16 бөле саламыз, сонда бізде метр бөлінген секундты алады екенбіз. Километр бөлінген сағатты метр бөлінген секундқа айналдыру үшін 3,16 бөле салсаңдар жеткілікті. Ал енді керісінше болуы мүмкін. Метр бөлінген секундты километр бөлінген сағатқа айналдыру керек болады. Бұндай жағдайда не істейміз? Бұндай жағдайда жаңағы бөлдік қой. Енді мұнда наоборот керісінше көбейтеміз. 3,16-ға көбейте салсақ жеткілікті. Енді кейбір есептерде сендерде оңай болу үшін 10-ға көбейтіп 36-ға бөлуге болады деп айтады. Но бірақ сендерге қазір калькулятор болғандықтан 3,16-ға бөле салып 3,16-ға көбейте салған жеткілікті. Түсінікті болды деген ойдам. Ендеше кеттік, есептер шығарайық. Автокөлік 10 секундта 250 метр жол жүрсе, оның жылдамдығы қандай дейді? Жаңағы формула В тең қалай? S бөлінген Т, білесіздер. Енді мына жерде S-іміз нешеге тең? 250-ге тең. Ал уақытымыз 10 секундқа тең. Екеуін бөлсек қанша болады? Әрине 25 болады. 25 метр бөлінген секунд. Метр бөлінген секунд. Кеттік. Жылдамдығы 36 километр бөлінген сағат болатын пойыз 8 секундта қандай жол жүреді дейді. Қараңдар, жаңағы дәл сол формула В тең S бөлінген Т, осыдан шығара береміз. Мына жерден бізде жолды сұрап жатыр. Жол міне тұр, Мына жерден жолды тапсақ қалай болады? S тең В мен Т көбейтіледі, В көбейтілген Т. Тең, енді қараңдар. Мына жерде бізде жылдамдықты километр бөлінген сағатпен беріп қойған, және уақытты секундпен беріп қойған. Не істейміз? Мына 36 километр бөлінген сағатты метр бөлінген секундқа міндетті түрде айналдырамыз. Екеуін былай көбейтіп қойып жүрмеңдер ешқашан. Қараңдар, 36 километр бөлінген сағатта метр бөлінген секундқа айналдыру үшін не істейміз дедік жаңа? 3,16-ға бөле саламыз. Енді 36-ны 3,16-ға бөлсеңдер, бізде 10 метр бөлінген
бөлінген секунд дейтін жауапты аласыңдар. Енді спокойно орнына қоя саламыз. 10 көбейтілген уақытымыз 8 секундқа тең. Енді 10-ды 8-ге өйтсек, бізде 80 метр деген жауапты алады екенбіз. Түсінікті болса, кеттік. Келесі есеп 250 км қашықтықта 0,15 сағатта өткен ұшақтың жылдамдығы дейді. Жаңағы формула, өз жаттап алған шығарсыңдар. V тең S бөлінген T. Мына жерде 250 км деп тұр, ал 0,15 сағат деп тұр екен. Екеуін бөле береміз. Неге? Себебі жауаптар километр бөлінген сағат деп тұр. Түсінікті ғой, екеуін метрге секундқа айналдырып жатқан жоқпын. Түсінікті болса, енді бөлеміз. 250-ді 0,15-ге бөлсек, бізде 500 км бөлінген сағат болады екен. Ол бізде С вариантында тұр. Ендеше кеттік. Бір қалыпты қозғалыс болатыны дейді. Бізде мынадай 3 жағдай беріп қойған екен. Осының ішінен бізде бір қалыпты қозғалыс болатын вариантты таңдауымыз керек. Бірінші жағдай. Автомобильдің тежелген кездегі қозғалысы. Бұл бізде бір қалыпты қозғалыс бола ма? Болмайды, неге? Себебі біздің автомобиліміз тежеліп жатыр орнынан. Ол бастапқыда үлкен жылдамдықпен келе жатыр, ол тежелгенде, тормозбасқанда жылдамдығы сәйкесінше өзгеріп кетеді, азайып кетеді. Бұл бізде бір қалыпты қозғалыс емес. Кеттік. Сағаттағы маятник қозғалысы. Бұл да бір қалыпты қозғалысқа жатпайды. Неге? Себебі қараңдар. Сағаттың мына жерде бүйткен маятнигі болады ғой. Ол былай қозғалып тұрады. Тық деп осылай қозғалып тұрады. Бұл бізде бір қалыпты болмайды. Неге? Себебі ол жоғарыға келгенде оның жылдамдығы өте төмен, 0-ге тең болады. Мына жерге келгенде тоқтайды и кері төмен құлайды. Мына жерге тоқтайды, кері төмен құлады. Мына жерде максимум болады жылдамдығы төмен дегенде, ал жоғарылағанда оның жылдамдығы минимум болады. Сондықтан оның жылдамдығы ауысып отырғандықтан бұл бізде бір қалыпты қозғалыс емес. Екіде қате. Үшінші жағдай метродағы эскалатор қозғалысы. Бұл бола алады. Неге? Себебі метро барынша бір қалыпты қозғалыспен жүруге тырысады. Себебі ішінде адамдар құлап қалмау үшін бізде бір қалыпты қозғалысқа осы метроны жатқыза аламыз. Негізі шын өмірде бір қалыпты қозғалыспен жүретін денені табу өте қиын. Сондықтан осы үшінші жағдай бізде бола алады. Ол бізде Т вариантында тұр екен. Ендеше кеттік. Бір қалыпты қозғалыс кезінде үдеу дейді. Жаңа айтып кеттім. Бір қалыпты қозғалыс кезінде бізде үдеуіміз неге тең болады? 0-ге тең болады. Яғни үдеу деген бізде болмайды. Тек жылдамдығымыз тұрақты болады. Кеттік. Келесі есеп. Мотоциклшінің жылдамдығы 54 км бөлінген сағат дейді. Ал адамдікі 2 метр бөлінген секунд болса, мотоциклшінің жылдамдығының адам жылдамдығына қатынасы дейді. Яғни V1 бөлінген V2 дейік. Мына жерде километр бөлінген сағат және метр бөлінген секунд деп тұр. Екеуін ешқашан бөле алмайсыңдар. Неге? Себебі біз мына километр бөлінген сағатты метр бөлінген секундқа айналдырамыз. Ол міндетті түрде. 54-ті 3,6-ға бөлсек 15 метр бөлінген секунд болады. Енді мына жерден смел бөле береміз екеуін. 15-ті 2-ге бөлсек қанша болады? 7,5 болады. 7,5. Бұл бізде В вариантында тұр екен. Түсінікті болса, кеттік. Келесі есеп. Ұзындығы 200 метр поезд 36 км бөлінген сағат жылдамдықпен ұзындығы 400 метр көпірде жүріп өту үшін кеткен уақытты сұрап жатыр. Қараңдар. Бір поездтың суретін салайын. Бұның ұзындығы бізде 200 метр екен. И көпір салайын. Қанша дейді? 400 метр көпір болсын. 400 метр көпір болсын. Мынау 400 метр, Енді осы көпірді жүріп өту үшін кеткен уақытты сұрап жатыр. Енді қараңдар, мына көпірді толық өту үшін бұл көпірден полностью шығу керек, соңғы вагоны мына ұшына келу керек. Соңғы вагоны полностью шығу керек пойыз. Мынау 200 метр пойыз жаңағы. Сонда бұл есептің алдап тұрғаны қалай? 400 метр көпірді жүру үшін ол қосымша әлі 200 метр жол жүру керек екен. Түсінікті ғой, Сонда ол 400 плюс 200 метр жол жүреді. Неге? Себебі бұл көпірде толық шығу керек. Ал егер біз 400-мен шығаратын болсақ, ол пойыз әлі көпірдің ішінде келе жататын еді. Сондықтан екеуін қоса салсақ, полностью сонда ол 600 метр жол жүру керек екен. Сондықтан S-тің орнына 600-ді қоямыз қазір. Бұл естеріңде болсын. Енді мына жерден уақытты табу үшін жаңа бірінші формуладан шығара береміз. S бөлінген T деп. Мына жерден бізде уақытты сұрап жатыр. Уақытты тапсақ, жылдамдықпен орналасады,
Так, S бөлінген V дейміз. Енді жаңа S-тің орнына 600-ді қоямыз. 600 метр бөлінген, так, мына жерде километр бөлінген сағат метр. Бұны міндетті түрде айналдырамыз метр бөлінген секундқа. 36-на 3,6-ға бөлсек, 10 метр бөлінген секунд болады. Енді 10-ды орнына қоямыз. Екеуін бөлсек, қанша болады? 60 секунд болады. Бұндай жауап бізде тұрған жоқ. Есесіне бізде 1 минут тұр. 1 минутта бізде 60 секунд бар, оны бәрі біледі. А варианты болады екен. Түсінікті болса, кеттік, келесі есеп. Бір қалыпты қозғалған дене 10 секунд ішінде 15 метр жол жүрді дейді. Дененің осындай жылдамдықпен қозғала отырып 6 секунд ішінде жүрген жол дейді. Қараңдар, бірінші жағдайдан біз жылдамдықты тауып аламыз. Жылдамдықтың формуласы қалай еді? V тең S бөлінген T еді. Енді мына жерден жылдамдықты тапсақ, 15-ті бөлеміз 10-ға. Сонда 1,5 метр бөлінген секунд деген вариантты аламыз. Және осы жылдамдықпен ол, қараңдар, дененің осындай жылдамдықпен деп тұр. Дәл осы жылдамдықпен ол қозғала отырып 6 секунд ішінде жүрген жолын табамыз. Енді жолдың формуласы қалай еді? Мына жерден өрнектесек, екеуі көбейтіледі, V көбейтілген T деп. Енді орнына қоямыз. Жаңағы дәл осы 1,5 метр бөлінген секундпен жүрген жылдамдығын көбейтеміз 6 секундқа. Екеуін көбейтсек қанша болады? Әрине 9 метр болады екен. Түсінікті болса, кеттік, келесі есеп. Келесі есепте былай дейді. Радар арқылы ұшаққа жіберілген сигнал 20 микросекунд өткенде қабылданды дейді. Ұшақ пен радардың арақашықтығы. Қараңдар, мынадай есепте радар, эхо, сигнал дейді ғой. Там жаңғырық, я болмаса бір связь, сондай жағдайда қараңдар, 2S жол жүреді. Неге түсіндіру дейін 2S жол жүреді. Қараңдар, мынадай жағдайда бір радар болсын, ұшақ болсын. Осы екеуінің арасына бір сигнал кетті міне. Ұшаққа барды, ол кері қабылданады. Демек ол бастапқы S жол жүреді, кері қабылдану үшін тағы сол жолды жүреді. Сондықтан ол 2S жолды жүреді. Қараңдар, қайта қабылданды деп тұр. Көрдіңіздер ме, ол барды, кері келді. Демек 2S жол жүреді. Сосын қараңдар, мынадай тау болсын, тауда бір бала айғайласын. Мына бала айғайлап жатыр, деп айғайлап жатыр. Таудың баурайына барады оның дауысы. Оның жаңғырығы кері қайтып келеді. Ол 1 секунд па, 2 секунд па белгісіз, кері оның жаңғырығы қайтып келеді. Демек оның барған дауысы барды ана жаққа, таудың баурайына. Ол шамадан кейін кері қайтып келеді екен. Демек бұл жағдайда дәл солай 2S жол жүреді екен. Звонок соққанда да солай, мысалы біреуге хабарласасың, оған сигнал барады, ол кері қайтып келеді. Сонда ол 2S жол жүреді. Жалпы есептің мағынасын түсіндіңдер деген ойдамын. Ендеше кеттік, есепті шығарайық. Бізде нені сұрап жатыр? Арақашықтық сұрап жатыр. Жаңа бір формуламен өрнектей береміз. V тең S бөлінген T дейміз. Бірақ қараңдар, мен бағана айттым, 2S жол жүреді деп. Себебі радар сигнал қайта қабылданды деп тұр. Қараңдар, мына жерде 2S бөлінген T деп сигнал жаза береді екенбіз. Енді мына жерден біз арақашықтық тап деп жатыр. Сонда арақашықтық тапсақ, 2S тең VT деп өрнектейміз. Және екіміз мына жаққа бөл болып барады. Сонда мына жерден S-ті тапсақ, V көбейтілген T бөлінген 2 болады. Енді орнына қоямыз, есепті шығарамыз. V деп отқанымыз міне, жарықтың таралу жылдамдығы бізде берілген. Оны жаттап жүріңдер, негізгі 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі метр бөлінген секунд болады. Ал мына жерде былай деп жазып қойған екен, 300 мега метр бөлінген секунд. Мега деп отқанымыз бізде 10-ның 6 дәрежесі, және 6 дәрежесімен 2 нөлді қосып жіберсек 8 дәреже болады. Сонда 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі болады екен. Енді қараңдар, көбейтілген Т деп отқанымыз мына 20 микросекунд. Микро деп отқанымыз не? 10-ның -6 дәрежесі деп ашып жазады екенбіз. Енді бөлінген 2 дейміз. Мына жерден енді бөлеміз. Бөлсек 2 мен 20 қысқарады, 10-ды береді. Және дәрежемен дәрежені қысқарып берсек, 10-ның 6 дәрежесімен 10-ның 8 дәрежесі қысқарады. 10-ның 2 дәрежесі шығады, және 10-ның 2 дәрежесімен жаңағы 10-ымыз көбейтіледі, 10-ның 3 дәрежесі болады. Сонда 10-ның 3 дәрежесі болып қалды. Сонда бізде не қалды? 3 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі қалды. Енді мына жерден көбейтсек 3000 метр болады екен. Болмаса 3 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі, болмаса 3 километр деп жазсаңдар болады. Жалпы есеп түсінікті болды деген ойдамын. Ендеше кеттік келесі. Келесі бізде бір қалыпты қозғалыс теңдеуі мен графигі. Яғни бір қалыпты қозғалыстың бізде теңдеуі былай өрнектеледі екен. X тең x0 плюс VT. Мына жерде x деп отқанымыз координаты, x0 деп отқанымыз бастапқы координаты,
және v деп отқанымыз жылдамдық, t деп отқанымыз уақыт, оны білесіңдер, иә. X-тің бізде өлшем бірлігі метр болады. Жаңа S пен теңестіре білсең де болады, болмаса L мен деген сияқты. Себебі үшеуінің де өлшем бірлігі метр. Бұндай есептерде үшеуін теңестіріп шығара берсеңдер болады. Енді қараңдар. Мына жерде x нолевой берілген, бұл бастапқы координаты. Мысалы, бастапқы координатымыз 3-ке тең болсын. Біздің графигіміз былай өзгереді. X тең, x нолевойдың орнына бағана бастапқы координатаны қоямыз. Мысалға 3-ті. Себебі мына жерде 3 деп тұр. X нолевой тең 3 плюс vt деген сияқты өрнектей бересіңдер. Және мына жерде бізде бастапқы координаты берілмеген. Неге? Себебі бізде бастапқы координатымыз мына жерде 0-ге тең. Яғни жоқ деген сөз, иә. X тең vt деп өзгереді. Ал енді келесі бізде vt графигі, бұндай жағдайда бізде жылдамдық тұрақты екенін білдіреді. Себебі қараңдар, мына жерде 5 дейік, мысалға, уақыт өзгеріп жатыр. 1, 2, 3, 4 деген сияқты бүйтіп өзгеріп жатыр. Уақыт өтіп жатыр, бірақ жылдамдығымыз тұрақты, 5 болып әлі тұр, иә. Сондықтан бұл жылдамдықтың графигі бізде осылай түзу сызықты болып кете береді екен. Себебі жылдамдығымыз тұрақты. Енді түсінікті болса, осыған байланысты біз есептер шығарайық. Кеттік. Бір қалыпты қозғалысқа сәйкес келетін график. Жаңа айттым, иә, ол жылдамдығымыз тұрақты болғанын білдіреді. Мысалға, мынау жылдамдығымыз артып жатыр. Бұл емес. Қараңдар, екіншісі де бізде бұл да емес. Үшіншісі де емес, себебі артып жатыр. Және екіншісі бізде тұрақты, қараңдар, шығып жатыр. Сол v графигінен шығып жатыр, және v-мыз өзгермейтінін білдіріп тұр. Уақыт өтіп жатыр, v-мыз тұрақты. Демек, екінші графигіміз бола алады екен. Ол бізде v вариантында тұр. Ал қалғандары кеміп жатыр, иә. Түсінікті болса. Кеттік. Келесі есеп. Дене координатасының уақытқа тәуелділік графигі арқылы дененің 1 секунд және 3 секундта жүрген жолдарының қатынасы дейді. Яғни 1 секунд және 3 секундта жүрген жолдарының. Қараңдар, бірінші секундта ол 3 метр жол жүрген екен, ал 3-ші секундта 9 метр жол жүрген екен. Осы екеуін бөле саламыз. Так, S1 деп отқанымыз жаңағы 3, S1 бөлінген S3 тең дейік. Қараңдар, S1 деп отқанымыз 3 метр. Ал S3 деп отқанымыз 9 метр екен. Енді екеуін бөлсек, 3-тен 1 болады, иә, қысқаратта. Ондай жауап бізде V вариантында тұр, және екеуін бөлсек 0,333 деп қайталана береді, сондықтан A вариантында тұр екен. Түсінікті болса, кеттік келесі есеп. Дененің қозғалыс теңдеуі мынадай түрінде берілген дейді. Дененің бастапқы координатасы мен қозғалыс жылдамдығы дейді. Қараңдар, бастапқы теңдеуді еске түсірейік. Бастапқы теңдеу мынау, иә, x тең x нолевой плюс vt деп. Яғни осы теңдеуді мынадай есептерде жазамыз. Қараңдар, x тең x нолевой плюс vt деген теңдеуді жазып шығайық. Енді дәл осының берілген теңдеуін көшіріп жазамыз. Дәл астына x тең 4 минус 3t деп. Енді қараңдар, сәйкесінше астына тұрған мәндер бізде сол мәнге тең. X нолевойымыз міне 4-ке тең екен білдік. Ал v-мыз қараңдар, мына жерде плюс деп тұр, мына жерде минус деп тұр. Демек, минус нөмірге аламыз. Минус 3t-ға тең екен. Сонда x нолевойымыз бізде 4-ке тең, ал v-мыз бізде минус 3-ке тең. Мына минус деген нені білдіреді? Минус деген координатыға қарама қарсы деген мағынаны білдіреді. Демек, қозғалысымыз кері бағытта кетіп бара жатқанын білдіреді. 0 метр. Так, бұндай жауап бізде V вариантында тұр, иә? V варианты дұрыс болады екен. Түсінікті болса, кеттік. Жүрілген жолдың тәуелдік графигіне t3 секундтағы велосипедшінің жылдамдығы дейді. Қараңдар, мынау 4-ші секунд болса, мынау 3-ші секунд, иә? Енді мынау 1, 2, мынау 3, мынау 4. Мынау қате түсіп кеткен екен. Енді бізде нені тап деген? Жылдамдық тап деген. Қараңдар, 3-ші секундта ол мына жер 5 болса, мына жер 7,5 болады. 5, 7,5, 10 деген сияқты. Себебі екеуін қостық, екеуі бөлдік, ортасы 7,5 болады екен. Енді жылдамдық сұрап жатыр. Жылдамдықтың формуласы қалай бізде? V тең S бөлінген T. Жаңа формуламен өрнектей береміз, иә. Жылдамдық тең бізде, так, жүрілген жолымыз жаңа 7,5 екен. 7,5-ды бөлеміз. Нешеге? 3-ке. 7,5-ды 3-ке бөлсек бізде 2,5 метр бөлінген секунд болады. Неге? Себебі мына жерде метр және секунд деп тұр. Осыған мән беріңдер графикпен есеп шығарғанда. Бұндай жауап бізде V вариантында тұр екен. Кеттік. Келесі бізде орташа жылдамдық. Орташа жылдамдық дегеніміз нүктенің қандай да бір уақыт аралығында орташаланған қозғалыс жылдамдығы екен. Яғни орташа жылдамдық деп атайтып тұр, иә. Біз
әрқашан бір қалыпты қозғалыспен қозғала бермейміз. Біздің жылдамдығымыз әр кезде әртүрлі болып ауысып отырады, иә. Мысалға тегіс жолға келгенде көлігіміз қатты жүреді, ал қисық жолға келгенде көлігіміздің жылдамдығы баяулайды. Сол аралықтағы бір жылдамдықты анықтау үшін бізге осы орташаланған жылдамдық қажет болады екен. Оны анықтайтын бізде міне тұр, формасын жазып қойдым. Оны анықтау үшін осы форманы пайдаланамыз. Яғни сол жол бөліктерінің барлық жол бөліктерінің қосындысын бөлеміз, сәйкесінше соған кеткен жүріп өтуге кеткен уақыттың қосындысын бөлгенге тең болады екен, осы орташа жылдамдығымыз. Бұны біліп жүреміз. Және орташа жылдамдықтың бізде дербес жағдайы болады. Дербес жағдай деген қандай? Яғни уақыттың жартысы десе есепте, уақыттың жартысы деп келсе, уақыттың 2-ден 1 бөлігі уақыттың жартысын мынадай жылдамдықпен жүреді, ал қалған жартысын мынадай жылдамдықпен жүреді десе, мына формуланы пайдаланамыз. Бұл уақытқа байланысты. Егер уақыттың жартысын деп жатса, арифметикалық ортасын таба саламыз. Яғни V1 мен V2-ні қосып 2-ге бөле саламыз. Ал бізде жолдың жартысы дейтін екінші бір тағы есеп келуі мүмкін. Бұл жолдың жартысы, жолдың 2-ден 1 бөлігі, яғни жартысы деп келетін болса, осы формуланы пайдаланады екен біз. Екеуін шатастырмаймыз, жақсылап жаттап алыңдар. Бұл жаңа бірінші мына формуланың жинақталған түрі ғой, оңайлатылып шығарылған түрі. 2-ден 1 десе, осы формулаларды пайдаланасыңдар. Тек уақыт пен жолдың жартысын шатастырмаймыз. Ендеше кеттік, есеп шығарайық. Автомобиль уақыттың бірінші жартысын орташа 80 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын орташа 110 км/сағ жылдамдықпен өтті дейді. Автомобильдің жол бойында орташа жылдамдығын анықтаңыз. Бұл жағдайда жаңа айттым, уақыттың жартысы деп жатыр. Уақыттың жартысы десе не істейміз? Арифметикалық ортасын таба саламыз. Яғни былай болады формуламыз: V1 плюс V2 бөлінген 2 болады. Енді қараңдар. V1 деп отқанымыз 80, V2 деп отқанымыз 110. Екеуін қоссақ қанша болады? 190 болады. Енді 192-ге бөлеміз, қанша болады? 95 км бөлінген сағат болады. Неге километр бөлінген сағат? Себебі қараңдар, 2-де километр бөлінген сағат деп жазылып тұр. Сол себептен осылай жаздым. Кеттік. Автомобиль жолдың 3-тен 1-ін 30 метр бөлінген секунд, ал қалған бөлігін 72 км бөлінген сағат жылдамдықпен жүріп өтті дейді. Автомобильдің орташа жылдамдығы. Бізде 72 км бөлінген сағатты метр бөлінген секундқа айналдырамыз. 20 метр бөлінген секунд болады. Енді кеттік. Мына жерде жолдың 3-тен 1-ін деп жатыр. Демек, бұл жағдайда біз жаңа дербес жағдайды пайдалана алмаймыз. Себебі дербес жағдайымыз біздің жолдың жартысына, яғни жолдың 2-ден 1-іне арналған. Сол себептен біз бағанағы ең бірінші форманы еске түсіреміз. Қараңдар, жолдың 3-тен 1 бөлігін 3-тен 1 S тең дейміз. Қараңдар, V1 жылдамдықпен V1-іміз қаншаға? 30 метр бөлінген секунд жылдамдықпен жүрген екен. Ал қалған бөлігі бізде қалай болады? Қалған бөлігі 3-тен 2 болмай ма? 3-тен 2 S бөлігін бізде V2 жылдамдықпен болғандай, 20 метр бөлінген секундпен жүрген екен. Енді орташа жылдамдықты тап дейді. V орташа тең жаңа ең бірінші алғашқы формуланы еске түсіреміз. S1 плюс S2 T1 плюс T2. Неге S1 S2-ні алдым? Себебі бізде 2 жол бөлігі берілген. Сәйкесінше соған кеткен уақыттар да болады. Енді мына жерде бізде S берілген, сандық мәні бермесе де бөліктерін беріп қойған. Мына жерде бізде уақыт белгісіз. Уақытты ашамыз. Уақытты қалай ашамыз? Мына формуланы ашамыз. Т тең S бөлінген V. Енді мына формуланы қайдан алды деп аспаннан түспейміз. Жаңа мен айтқан формула V тең S бөлінген Т арқылы мына жерден Т-ны тапқанда, мына формула шықпай ма? Бәрі осы формула айналып жатқан. Енді осыны Т1 мен Т2-нің орнына қоямыз. Сонда кеттік. V орташа тең S1 плюс S2 дейміз. Т1-дің орнына жаңа мынаны қоямыз. S1 бөлінген V1 деп жазсам болады, Т1-ді. Алып кеттік. Т2-ні S2 бөлінген V2 деп жазалам ба? Әрине. Енді қуаныңдар, қараңдар. V1 мен V2-міз пайда болды. Ол сәйкесінше мына екеуі. Орнына қоя қоямыз, қараңдар. S1 плюс S2 S1 бөлінген V1-міз бізде 30 плюс S2 бөлінген V2-міз бізде 20. Енді кеттік, мына жерден ортақ бөлімі келтіреміз. Так, екеуінің ортақ бөлімі 60 болады. Мынаған 2-ні қоямыз, мынаған 3-ті қоямыз. Сонда S1 плюс S2 деп тұра берсін екеуі. Так,
Ортақ бөлім қанша болады дедім жаңа? 60 болады дедім. 60 деп жазып қоямыз. И мынарды есептейміз. 2s1 плюс 3s2 болады екен. Енді мына 60-ымыз алымына шығады, математика кетті уже ары қарай. s1 плюс s2 деп жақшаға аламыз. Себебі екеуі қосылып тұр. Және бөлімін жазып қояйық. s1 плюс 3s2 деп. Ары қарай не істейміз деген сұрақ болуы мүмкін. Ары қарай мына s1 мен s2-ні орнына қоямыз. Мына бөліктерін. s1 деп отқанымыз мына бөлік, s2 деп отқанымыз мына бөлік. Енді кеттік. Жақшаны ашып жазайық. 60, жақшаның ішінде s1 деп отқанымыз, жаңағы s-іміз 1-ге өйтсе, s бөлінген 3 болады, s бөлінген 3 қосылған. s2 деп отқанымыз 2s бөлінген 3. 2s бөлінген 3. Енді бөліміне көшейік. 2 көбейтілген s1 деп отқанымыз жаңа s бөлінген 3 қосылған. 3 жазып қойық. 3 көбейтілген s2 деп отқанымыз 2s бөлінген 3. 2s бөлінген 3. Енді мына 3 пен 3 қысқарды. Кеттік, ары қарай өрнектейміз. 60 болсын. Енді мына жерде ортақ бөлім 3 екені белгілі. 3 тұра береді. Көбейтілген 3 тұра береді. Енді s-ға 2s-ті қоссақ 3s болады. Мына 3 пен 3-ті қысқартып береміз. Сонда төбесінде s қалды. Енді ары қарай мына екеуін қосайық. 2s бөлінген 3 плюс бізде не қалды? 2s қалды. 2s қалды. Себебі мына 3 пен 3 қысқарып кетті. Енді мына жерде біз ортақ бөлім келтіреміз. Мынардың ортақ бөлімі 1 болады, мынаған 3-тен береміз. Сонда алымда бізде не қалды? 60s қалды. Бөлімінде ортақ бөлім келтіріп жатырмыз. Ортақ бөлім бұларда 3 болады және 2s плюс 2 мен 3-ті өйтеміз, 6s болады. Енді мына 3-ті тағы да алымына шығарып жүрсек, қанша болады? 180s бөлінген. 2s пен 6s-ті қосамыз, 8s болады. Енді s пен s қысқарады бізде. Енді 180-ді 8-ге бөлсек қанша болады? 22-де 5 болады примерно. Бұл бізде метр бөлінген секунд. Міне 22,5 метр бөлінген секунд деген жауап шығады екен. Түсінікті болса, кеттік. Келесі есеп. Пойыз бірінші 10 километрді 36 километр бөлінген сағат жылдамдықпен, екінші 10 километрді 5 метр бөлінген секунд жылдамдықпен, ал үшінші 10 километрді 72 километр бөлінген сағат жылдамдықпен жүріп өтті дейді. Жолдың барлық бөлігіндегі пойыздың орташа жылдамдығын тап деп жатыр. Мына жерден енді километр бөлінген сағаттарды метр бөлінген секундқа айналдырайық барлығын. 36-ны 3,6 бөлсек 10 метр бөлінген секунд болады. Мына жерден 72 бізде 20 метр бөлінген секунд болады. Және мына километрді метрге айналдырамыз міндетті түрде. 10.000 метр болады. Себебі 10 километрде 10.000 метр бар, келісесіңдер ғой. Мынау да 10.000 болады. И мынау да 10.000 болады. Енді кеттік. Орташа жылдамдық тап деп жатыр. Орташа жылдамдықтың бірінші формуласы қалай еді? V орташа негізгі формуласы. Барлық жолдың бөліктерін қосып шығамыз. S1 плюс S2 плюс S3. Неге 3 жаздым? Себебі бізде есептің шартында 3 жол бөлігі берілген. S1, S2, S3 деп. Және сәйкесінше оған кеткен 3 уақыт бөлігі деп болады. T1 плюс T2 плюс T3 деп. Енді есептің шартында бізде S-тар белгілі, міне 10.000, 10.000, 10.000 деп. Бізде не белгісіз болып тұр? T белгісіз болып тұр, яғни уақыт белгісіз. Уақытты қалай табамыз деген сұрақ болуы мүмкін. Уақытта мына формула бар ғой, V тең S бөлінген T деген. Осы жерден T-ны тапсақ, қалай болады формуламыз? T тең S бөлінген V болады. Енді осы арқылы табамыз уақыттарды. Мысалға T1 кеттік. T1 S1 бөлінген V1 болып өрнектеледі. S1 деп отқанымыз міне тұр 10.000. 10.000-ды V1-міз қанша? 10-ға тең. 10.000-ды 10-ға бөлеміз. Қысқарады и 1000 секунд қалады. 1000 секунд қалады. Кеттік. T2-міз қалай болады? T2-міз S2 бөлінген V2 болады. S2-міз де 10.000-ға тең. Бөлеміз қаншаға? 5-ке. Бөлсек бізде 2000 секунд болады. T3-міз S3 бөлінген V3 болады. S3 деп отқанымызда міне 10.000 тұр. 10.000-ды бөлеміз 20-ға.
v3-іміз бізде 20-ға тең. Так, бөлсек қысқарады и 500 болады. 500 секунд болды. Бұл тыларды тапқанымыз. Енді барлығы белгілі болды бізде. Жолдың белгілері бар, жолдың сандық белгілері бар, және уақыттарды таптық міне. Енді тек формулаға қоя саламыз сандық мәнін. Так, 10.000 S1-іміз, S2-імізде 10.000, S3-імізде 10.000. Енді Т1, Т2, Т3 белгілі. Бұларды да орнына қойып 1000. Так, Т2-іміз 2000. Т3-іміз 500. Так, енді алымнан бізде 30.000 болады. Бөлімі 3.500 болады, 3.500 болады. Так, бөлсек 2.0 мен 2.0 қысқарады. Так, 335-ке бөлсек, примерно 8,57 болады. Метр бөлінген секунд. Бұл есептің жауабы бола алады екен. Есеп түсінікті болса, кеттік. Келесі бізде, так, салыстырмалы жылдамдық. Яғни салыстырмалы қозғалыс. Салыстырмалы қозғалыс немесе дене бақылаушы таңдаған қозғалмайтын немесе қозғалмалы болатын белгілі бір сілтеме нүктесіне қатысты бақыланатын зат дейді. Яғни бақылаушы деп отқан мен болайын. Мысалға, мен бақылаушымын, маған қатысты бір көлік келе жатсын. 60-пен келе жатсын. Маған ол салыстырмалы түрде 60-пен қозғалады. Неге? Себебі мен тыныштықта тұрмын. Менің жылдамдығым 0 болып тұрғандықтан, мен оны сәйкесінше 60-пен көремін. Ал мысалға, мен де бір көлікте келе жатырайын, 60-пен қозғалып келе жатайын, және маған қарама-қарсы тағы бір көлік келе жатсын. Ол да 60-пен келе жатсын. Бұндай жағдайда екеуміздің жылдамдығымыз бір-бірімізге қатты келе жатқандай болады. Мысалға, көлікте отырасыңдар ғой, бір жаққа трассаға шықтыңдар, сендерге қарама-қарсы келе жатқан көлік қатты жүргендей болып көрінеді, себебі бір-бірінен қатты өткендей болады да, екеуінің жылдамдығы қосылады салыстырмалы түрде. Бұл да дәл сондай. В салыстырмалы тең V1 плюс V2 деп салыстырмалы түрде көзімізге бізде қатты өткендей болады. Бұл өмірде бар зат, оны білесіңдер. Ал мысалға, екеу бір-бірімен бағыттас болса ше. Мынаның жылдамдығы мысалға 60 болсын, мынаның жылдамдығы бізде 40 болсын. Не істейміз? Екеуінің жылдамдығы азайтылады. Бұнда керісінше. В салыстырмалы тең V1 минус V2 дегендей. Себебі мынау А1-ға шыққанда екеу бір-бірімен асықпай озады, тез оза алмайды. Оның ішіндегі адамды көре аласыңдар. Ал қарама-қарсы болғанда ішіндегі адамды көру қиынға соғады, себебі бір-бірімен тез өтіп кетеді. Түсіндіре алдым ғой. Енді бұл ауа, жерге байланысты болған жағдайда. Ал мысалға бізде әсерлі жылдамдық дейтін болады. Ол суға, әлгі экскаватордың жылдамдығы дейді ғой, сол кезде пайдаланасыңдар. Мысалға, су болсын, жаға болсын, судың ағысы болсын, судың ағысымен бір қайық кетіп бара жатсын. Ағыстың бағыты былай болсын, қайықтың да бағыты осылай болсын. Қараңдар, қайықтың бағыты оңға қарай болғандықтан, қайыққа бізде мына ағыстың бағыты да көмектесіп жатыр. Демек, екеу бір-бірімен қосылады жылдамдықтары. В салыстырмалы тең, қараңдар, бағыттас болғанда мұнда қосылады екен. V1 плюс V2 деп. Бағыттас болғанда, екеу бір-бірімен бағыттас болғанда. Мұнда бір-бірімен қарама-қарсы болғанда қосылды ғой. Ал мұнда бағыттас болғанда азайтылды. Ал мұна суға байланысты болғанда бір-бірімен керісінше болады екен. Бағыттас болғанда қосылады. Ал қарама-қарсы болғанда азайтылады. В салыстырмалы тең V1 минус V2. Неге? Так, мысалға, мынау енді ағысқа қарсы болсын қайығымыз. Ағысқа қарсы жүрсін. Қараңдар, ағысқа қарсы жүріп бара жатыр, және оған ағыс кедергі келтіріп жатыр жүруіне. Демек, оның жылдамдығы сәйкесінше төмендейді. Себебі оған кедергі келтіріп жатыр. Ол қиналып жүреді, сондықтан оның жылдамдығы азаяды. Сонда V1-ден азайтамыз V2-ні деген сияқты. Бұл логичный зат, білесіңдер. Енді барлық есептер бұлай келе бермейді. Мысалға, мынадай болып келуі мүмкін. Бір БК дейтін баламыз тағы да тіке жүрсін, оған 90 градус бағытта Аружан дейтін бір қыз кетіп бара жатсын. Екеуі
бір-біріне 90 градуспен жүріп бара жатсын. Мынау бізде бекамыз 3 метр бөлінген секунд жылдамдықпен жүрсін, ал аружанымыз 4 метр бөлінген секунд жылдамдықпен жүрсін. Енді екеуінің бір-бірімен салыстырмалы қозғалысын тап деу мүмкін. Енді бұндай жағдайда не істейміз? Бұндай жағдайда Пифагор теоремасын қолданамыз. В салыстырмалы дейміз. 3-тің квадраты бізде 9 плюс 4-тің квадраты бізде 16. Түбірасын аламыз. 16-ға 9 қоссақ 25, 25 түбірасынан бізде 5 метр бөлінген секунд болады екен. Демек, екеуінің бір-біріне қатысты салыстырмалы жылдамдығы 5 метр бөлінген секунд деген сияқты. Ал енді 90 градуспен келе бермеуі мүмкін. Мысалға, екеуінің арасында 120 я болмаса 125 градус бір. Білмеймін, белгісіз бір альфа бұрыш болсын. Бұлда да дәл сондай 3 метр бөлінген секунд, я болмаса 4 метр бөлінген секундпен жүрсін. Енді екеуінің салыстырмалы жылдамдығын тап дейді. Бұндай жағдайда дәл солай бір косинустар теоремасына ұқсас бір формула бар. В салыстырмалы тең v1 квадрат плюс v2 квадрат плюс 2 v1 v2 көйтілген косинус альфа деген. Және түбірасын алынады. Негізі мұна екеуі бірдей, но бірақ мұнда косинус 90 градусымыз нөлға тең болғандықтан мыналар жойылып кетеді, мына өрнегіміз жойылып кетеді. Тек v1 квадрат плюс v2 квадрат қалып қояды. Түсінікті, екеуі де негізі бір формула. Екеуінің де шығу тегі бір. Тек мұнда косинус градус әсер етеді. Мұнда 90 градус болғандықтан мына 2 v1 v2 көйтілген косинус альфа жоқ. Түсінікті. Түсінікті болса, кеттік есеп шығарайық. Екі автомобиль перпендикуляр бағытта қозғалып келеді дейді. Бірінші автомобильдің жылдамдығы 54 км бөлінген сағат, ал екіншісі 20 метр бөлінген секунд дейді. Автомобильдердің салыстырмалы жылдамдығы. Жаңа айтқанымдай Пифагор теоремасын қолданамыз. Мына жерде 54 метр бөлінген секундқа айналдырамыз. 3,6-ға бөлсек 15 метр бөлінген секунд болады. Сонда 15 пен қозғалып бара жатыр екен. Ал екінші автомобиль бізде 20 метр бөлінген секундпен қозғалып бара жатыр екен. Және 90 градус деді. Салыстырмалы жылдамдықты қалай табамыз? Пифагорды қолданамыз. Пифагор көкеміздің теоремасы көмекке келеді. 15-тің квадраты бізде 225 плюс 20-ның квадраты 400. Енді түбірасын аламыз. 225-ке 400 қоссақ 625. 625 бізден 25 болып шығады метр бөлінген секунд. Ондай жауап бізде А вариантында тұр. Кеттік. Келесі есеп. Арақашықтығы 90 метр А және В нүктесінен бір уақытта, бір бағытта 5 метр бөлінген секунд және 2 метр бөлінген секунд жылдамдықпен шықса дейді. Бірінші дененің екінші денені қуып жету уақыты дейді. Былай, А нүктесінен болсын, мынадай В нүктесі болсын. А нүктесінен бір дене шығады екен. 5 метр бөлінген секундпен. В нүктесінен сәйкесінше 2 метр бөлінген секундпен тағы бір дене шығады екен. Енді осы екеуінің арақашықтығы қанша деп тұр бізде? 90 метр деп тұр. 90 метр. Енді осы бірінші дененің, мына екінші денені қуып жету уақытын сұрап жатыр. Қуып жету үшін мына жерде салыстырмалы жылдамдық екені белгілі, екеуі бір-біріне бағыттас. Жаңа айттым, екеуі бір-біріне бағыттас болса не істейміз? Бағыттас болса азайтамыз. Себебі бұны қуып жету керек. В салыстырмалы тең 5-тен 2-ні азайтамыз. Үлкеннен кішісін азайтсақ, 5-тен 2-ні азайтсақ, бізде 3 метр бөлінген секунд болады екен. Сонда салыстырмалы түрде ол 3 метр бөлінген секундпен қозғалады. Енді бізде уақытты сұрап жатыр. Уақытта мына формуламен табамыз. В тең S бөлінген Т деп, мына жерден Т-ны тапсақ қалай болады? Т тең S бөлінген В болады. Мына В деп отқанымыз жаңа салыстырмалы жылдамдық ретінде қарастырамыз. Енді орнына қоямыз. S деп отқанымыз жаңа 90 метр екеуінің арасы. Салыстырмалы жылдамдығымыз бізде 3-ке тең. 90-ды 3-ке бөлсек 30 болады. 30 секунд. Ондай жауап бізде С вариантында тұр. Келесі есеп, меншікті жылдамдығы 25 км бөлінген сағат катердің ағыс бағытымен 2 сағатта ағысқа қарсы 3 сағатта жүріп өткен қашықтығы дейді. Мынадай бір ағыстың суретін салайын. Осы ағыспен бір катердің суреті болсын. Бір катеріміз 25 метр бөлінген сағатпен жүреді екен.
километр бөлінген сағат. Осы ағыстың жылдамдығы бар және катердің жылдамдығы бар. Катердің жылдамдығы 25 км бөлінген сағат. Оған ағыстың жылдамдығы қосылып, ол 2 сағатта осы аралықты жүріп өтеді екен. Оған қатысты жол былай жазылады. S тең V катер плюс V ағыс көбейтілген Т. Неге олай деп жаздым? Себебі қараңдар, катердің жылдамдығына ағыстың жылдамдығы қосылады. Салыстырмалы түрде, Неге? Себебі бұған бағыттас болып тұр. Бағыттас болған жағдайда бағана айттым, қосылады деп жылдамдықтары. Сонда қараңдар, катер кетіп бара жатыр және оған ағыс көмектесіп жатыр тез жүруіне. Сол себептен екеуінің жылдамдығы қосылады. Бұл логично, осылай өрнектеледі. Ал енді келесі бізде былай дейді. Ағыс болсын, жаңағы ағыс, сол ағысқа қарсы біздің катеріміз жүрсін. Ол ағысқа қарсы жүреді екен. Бұлда да 25 километр бөлінген сағат меншікті жылдамдығы. Ағыстың бізде бағыты қарама қарсы. Және ол 3 сағатта жүреді екен бұл аралықта. Енді бұған қатысты өрнек былай жазылады. S тең V катер минус V ағыс. Екеуінің жылдамдықтары азайтылады. Неге? Себебі бұл 25 км бөлінген сағатпен жүріп бара жатыр және оған жүруіне кедергі жасап жатқан ағыс жылдамдығы бар. Ағыс оны жүруіне кедергі жасап жатыр. Сондықтан сәйкесінше оның жылдамдығы азаяды. Сонда V катер минус V ағыс. Жаңа айттым, соға байланысты бізде бағыттас болғанда қосылады, қарама-қарсы болғанда азайтылады деп. Дәл сол формуланы еске түсіреміз. Мына жерден 2S-ті теңестіреміз. Неге? Себебі екі жағдайда да арақашықтық бірдей. Екі бірдей арақашықтықта жүріп отыр. Ол санның мәні өзгергенімен арақашықтық өзгермейді. Қандай жылдамдықпен жүрсең де сол арақашықтық болып тұр бізде. Сол себептен екеуін теңестіре береміз. Енді V катер деп отқанымыз 25. Бүйтіп теңестірейік. V катер плюс V ағыс көбейтілген Т деп. Тең. Мынаған теңестіріп жатырық. V катер минус V ағыс көбейтілген Т деп. Енді сандық мәндерін орнына қойып шығайық. V катер деп отқанымыз жаңа 25 плюс V ағыс дейміз. Шақша қалайық. Ол 2 сағатта екен. 2 тең бізде V катер 25 минус V ағыс. Жақшаның ішіне аламыз. Ол 3 сағатта. Мына жерден жақшаны ашамыз. Жақшаны ашқанда жеке-жеке көбейтіледі. 25-ті 2 көбейтсек 50 плюс 2V ағыс болады. Тең. 3-ке көбейтсек 75 болады. Минус 3V ағыс болады. Енді V-ларды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинайық. Мен жаққа минус 3А-мыз, мен жаққа плюс болып келеді. 5V ағыс тең 50-міз мен жаққа минус болып барады да 25-ті береді. Мына жерден 5-міз 25-ке бөлу болып барады да V ағысымыз мына жерден 5 метр бөлінген секунд болады. Бұл бізде ненің жылдамдығы? Ағыстың жылдамдығы. Километр бөлінген сағат. Себебі қараңдар, километр бөлінген сағатпен шығарып жатырық. Километр бөлінген сағат болады. Сонда тауып алдық. V ағысымыз тең 5 километр бөлінген сағат екенін. Бізге не тап деген? Қашықтық тап деген. Демек, бағанағы мына формуланың екеуінің біреуіне қоя саламыз. Мына V ағысты апарып, мына жерге қоя салайық. Мысалға, 25 қосылған 5. 25-ке 5-ті қоссақ қанша болады? 30 болады. 30-ды 2-ге көбейтсек, бізде S шығады. Ол бізде 60-ты береді. 60 километр. S тең 25 плюс 5 көбейтілген Т деп тұр. Қараңдар, Т-мыз жаңа бірінші жағдай. Көбейтілген 2 тең. Қараңдар, 30 болды. 30-ды 2-ге көбейттік. 60 километр шықты. Ол бізде Д вариантында тұр екен. Бүгінше тақырып осы. Баршаңызға түсінікті болса, сау саламатта болыңыздар. Рахмет.